Самый главный куда? Екі ортамызда дорба жұмысын арқашысын деген сияқты қазақтың сөзі ғой. Бақытты болсын осы қолындардың арқасында ойнап күліп осындай жақсы дастархандарда, қуанышты дастархандарда бас қосуға Алла нәсіп етсін. Отанымыз тыныш, отбасыларымыз аман болып, жан-жағымыз түгел болып, ылғи қуанышта кездесуге Алла нәсіп етсін. Құдалар кешеден күтіп жатырсыздар, өте керемет, тамаша. Подарок та беріп жатырсыздар. Рахмет, көптен көп. Жаспыз деп жүріп пенсияға жетіппіз. Жизнь это. Ал сіздерге барлықтарыңызға деніңізге саулық тілеймін. Екі жастың қуанышына келіп отырмыз. Екі жас бақытты болсын. Той-тойға ұлассын. Рахмет барлықтарыңызға. Жаңа құдалар. Енді біз кешеден бері екі баламыз үшін жүрміз осы Көкшетауда. Сіздер бізді күтіп жатсыздар. Біз сіздердің қошеметтеріңізге керемет риза болып жатырмыз. Енді айтатын болсақ, жаңа мынау осы бүгінгі асты беріп жатқан нағашылары деп жатыр. Оның ішінде Зейнеп шешеміз, шеше болғанда өкшелесіз, мен де пенсионер 70-ке алқындап бара жатқан. Енді мына жерде сіздің балаңыз, мен де сіз сияқты осындай балаға қарап отырмыз. Менің де жолдасым осы 2 жыл бұрын өмірден өтіп кеткен. Кешегі күні 2 жыл болды, сонда да балаларым, қайындарым солар Құрандарын оқытып жатыр. Енді алдында бәрін жасап жүрміз ғой, сұранып, осы бауыр үшін, адам бауыр деген бауыр, адамның бауыр еті ғой. Сонда да мен барайшы деп ұлсат сұрап туғандарымнан сөйтіп шыққан адам едім. Енді мінекей рахмет сендерге Алла береді. Енді жаңа құдағи айтып жатсыздар ғой, кешеден айтып жатсыздар, анау қарағайдың түбін нықтап жатырмыз деп жатсыздар. Ол қарағайдың түбін нықтап жатқандарыңыз біздің үйдегі отырған кешегі Боранбай Боркен құда біздің қарағайымыз. Біздің үйде де Қарағандыда бір, Астанада бір әкеміз отыр. Солар біздің қарағайымыз. Аналарымыз да біздің қарағайымыз. Біздің сол қарағайдың түбін нықтағаны алда берген түс аян шығар сіздерге. Бізге екі баланың түбі бекем болсын деп ол түстеріңізге қуанып отырмыз. Оның бәріне мән беріп отырмыз. Енді мінекей біздің құдағиымызбен құдамыз Қайрат, өте жүрегімізбен Қайратсыз қандай керемет пәтті көзбен сақтасын Айнұр екеуіңізді. Бір көңілмен, бір жүрекпен, бір түрмен, беттеріңізден ешқандай реніш көрмей, тек күлкі ғана көріп тұрмыз. Айнұр керемет тартымды анасыз, осы әулеттің керемет келін екенсіз. Рахмет сізге. Сіз әйел адам болмаса, мына дастархан дұрыс болмайды. Әйел адамның көңілі, әйел адамның ниеті, әйел адамның анаға деген, балаға деген жүрегі бұл. Рахмет сізге. Бізде Баймұхамедтер әулеті, бізде бір керемет. Жаңағы Асыраның баурайынан шықтық деп тұрмыз ғой, керемет жерден шыққан әулет. Бізде де керемет совхоз директорына дейін неше түрлі қызметтер жасаған әкелеріміз жаңа 6 ағайынның. Бәрі өмірден өтіп, үшеуі қалды, сол үшеуінен тараған ұрпақтарымыз ғой. Оның бәрі сіздердің папаларыңыз сияқты жүрген, тұрған кезінде біз солардан үлгі алып балалары жалғастырып жатырмыз. Бірақ шын ашиды үйде отырған кереметтеріміз уже заман талабына, өмір талабына солай қартайып, қазір кішкене. Енді біз де сол өмірге барамыз ғой. Енді уақытымен болсын әр нәрсе. Рахмет сіздерге. Біз ауызбен айтып жеткізе алмаймыз. Қандай жерлерде болсын тойда болып, осы балаларымыздың соңынан ерткен бауырларымыздың қызығын көрдік. Енді бауырларымыздың балаларының қызығын көріп жатырмыз. Әр қарай өсіп өркендейік, құдалығымыз мың жылдық болсын. Қай уақытта бір-бірімізді көргенде, сіздерді біз көргенде, біз сіздерді көргенде қуанып қауышатын болайық. Енді мен бауырларыма өзімнің мынау Зейін деген керемет Нұрбике бауырларымда бірінен бір өтеді. Мына жерде де отыр керемет білгіштерім, полковнигім, заң қызметкері. Олар өздерін біз тұрғаннан кейін көрсете алмайды. Біз мақтанышымыз ғой бұлар. Біз мақтанамыз бұлар үшін. Ана орталарында бір кемпір деп ойлатқаныңыздар, заманында жүрген, сайдан, қай жерлерден, Ақтөбеден, алыстан келіп жатсыздар, Алматыдан. Сіздің құрмет қошеметтеріңізге Қайрат пен Айгүлдің жақсылығы деп ойлаймын. Біздің Шерханымыз да жаңағы жанымыз да бақытты болсын. Екі жақта сіздердей әулеттен, екі жақта қасиетті қарттары бар. Көптен көп рахмет, кешеден бері астымызға елу атсыздар. Ең бірінші екі жас бақытты болсын, екі жаққа бірдей болсын. Әрдайым осындай той бола берсін. Жақсылыққа дастархандарын жайла берсін. Ең бірінші екі жас бақытты болсын.
құрметті тойшы қауым, құдақтағылар, құдашалар, кешеден бері қаншама тілектер айтылып жатыр. Сол тілектер бәрі әмин болсын, періштенің құлағынан шалынатын болсын, екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, екі жаққа сыйлы болсын. Құда тағи астарымызға көптен көп рахмет. Астарымыз, дастарханымыз майлы, жайлы болсын. Немере сүйгенсіздер, шөбере немне сүйгі жассын. Алла жазса, келесі жылы үңгілаған дауысын естетін болайық, соны тойлайтын болайық. Баршамызға көптен көп рахмет. Қажымас тайрат, ынтымақ бірлік тілеймін. Әр отбасыға осылай той думанып жүре берейік. Құрметті құдай-құдағи, рахмет кешеден күтіп осылай жақсы өткізіп отыр күнімізді. Екі бақытты болсын. 4 жыл бұрын мен осы қызымды ұзатып едім осылай. Құдай-құдағи болып осылай дастархандар мол болса, жасыққа жайылып бәріміздің. Енді не екен, басқа заман дейін сол осы екі жастар бақытты болсын. Құрметті тойшыл қауым, құда-құдағилар, жаңа құда-құдағилар құтты болсын. Өте қуаныштымын сіздермен танысқаным үшін. Жақсыздар, біз сияқты, біз де сол 4 жыл бұрын қызымызды ұзатып, керемет құда-құдағи болып, өте ризамын құда-құдағиыма. Сіңіл ағадай болып, көзі бірдей отбасы. Самырлан енді жастарға айтатыным, бақытты болсын, дендері сау болсын. Біз сияқты немерес жиен сүйіңіздер. Біз өте қуаныштымыз, бізде де жиеніміз. Талла, Аллаға шүкір, құда-құдағимызға немере сыйлап, бір түгіл 2 немере сыйлап отыр. Сол бізге де жиен болып отыр. Өте керемет адамдар. Мы тоже рады будете. Енді бізге, мен қуаныштымын сіздер қосылып жатқандарыңызға. Мен кеше өзім мәзбін ғой, 3 құдағи болдық деп. Мен жастай отырмыз да. Жаспыз ғой әлі. Әлі бәрі алда. Мына үлкендердің жастарын бізге берсін сіздердің. Әрқашанда осылай аман болайық. Тек қана жақсылықта кездесе берейік. Той бітпесін. Осылай әрқашанда қуаныштап. Құда-құдағиларыма мың алғыс, сіздерге де кешеден қоймай туатсыздар, өте қуаныштымын. Мен де орысша шора, біресе қазақша, біресе орысша, мен сондаймын тоже. Нұр ауданынан бізде сондаймыз. Ну, я очень рада. Тек қана жақсылық болсын, той бітпесін, әлі бәрі алда, тойдың бәрі. Тек қана жақсылықта ғана кездесейік. Бәрі кезек-кезек сөйлетіп, жалықтырып жүрген жоқпыз ба расында? Енді рахмет, бүгін шағын стол басында, дастархан басында кездесіп жатыр, қайтадан кешеден той. Сол енді тойдың жалғасы деп есептейік осылай. Мына құрметті Ақтөбеден, Қостанайдан, Алматыдан, алыстан келгенсіздер. Біз мына жерде іргеде екенбіз ғой, сіздерге қарағанда. Біз Қарағандыдан Астанаға келгенбіз. Сіздер келіп жақсы жолдарыңыз болсын, енді обратно қайтасыздар ғой деген ғой. Сонда жолдарыңыз болсын, көңілмен қайтыңыздар. Рахмет, бізді сыйлап осылай, осы үшін үлкен құрмет көрсетіп жатқандарыңызға, дастархандарыңызға. Осының бәріне себепкер болған әрине біздің жаңағы балаларымыз Шерхан мен жаңа. Солардың енді тойында кездесейік, бақытты болсын балалар. Тойға ұлғаса берсін. Кешеден бері үлкен бір шара өтіп жатыр. Басында елмен қосылып, осы жаңаның арқасында өрістеріңіз кеңейіп жатыр. Біз анау айтып отырған жаңа Қызыларай тауы, айтып отырмын Ақтоғайдың шыңы, Көкшетаудың Ну орманымен, көлдерімен, 80 көлмен үйлесіп, әдемі бір сондай бір симбиоз болып жатыр. Бұл енді осы балалардан ертең әдемі, сондай бір киелі, сондай бір тәтті, талантты ұрпақ тарайды деген ойымыз бар. Алла сол нәсіп етсін дейміз. Осы күні айтады ғой, нағашы деген ең жақсында, жаманда қабылдайтын өзі нағашы өз жүрсеңіз ғой. Сондықтан сізден нағашы болып, мына осы бүгін дәптер тұрып жатқаныңызға, дастархан жайып жатқаныңызға көп рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Данияр. Айнұр ма? О, шатыспауға жақсы болды. Айнұр деп айта берсек, келе берді ғой, Айнұр.
құдаша рахмет сіздерге осы дәм жайып осылай міне бәріміз күтіп жатқандарыңызға. Көкшетау жерінің енді осы дәм тұзы жалпы салты осы қазақтың ішіндегі ең бір анау уғысы сақталған осы ел ғой өлке. Осы жерге құдалыға елдің бәрі аңсайды, осы жерді армандайды. Содан кеше әкем айтты ғой, 30 жылдан кейін сүйек жаңартып жатырмыз деп. Сосын сүйек жаңартып, жаңа өзім баламен бажа болайын деп тұрмын енді. Көкшетауға тағы да бір рет келуге повод болайын деп тұр енді, себеп болайын деп тұр. Өз қайын жұртына келіп түсем, енді құдалыға келемін деп айтады балаға. Енді қазір Ақтөбе, Қостанай, Алматы деп жатырмыз. Алматы, Астана. Астана. Енді Астана өзіміз ғой. Күнде көреміз ғой. 15 автобуспен барасам деген ана. Адресті айтқан болды. Бір-бірімізге жүре береміз. Бізге де 15 автобус келеді. И 22-ға келеді. Міне осы бәртарыз рахмет. Міне кешеден бері бата беріп, осы міне бүкіл уақыттарыңызды жиып қойып, осы жерде құда болып, міне бізге ас-үстімізге түсіп күтіп жатқандарыңызға көп рахмет. Міне жан-жақтан кешегі міне анау қайта бізге ассалаумағалейкум деп сәлем берген Құдайға көп рахмет. Одан кейін мен шешеме аяқ астынан подружка болды ма? Орныңыздан тұрып қойыңызшы. Ол сізге рахмет. Анау Алматыда келіп бокстен жеп Астана Алматыда болдыңыз ба? Енді Астанада. Университет. Нағысты JP-де оқыған, соны айтып жатқаным ғой. Сол міне өсімен танысып құданға отқанымыз өте қуаныштымыз. Қайрат Құдай анау бірінші көрген бетте ана танысуға келгенде қазақ жігіт түрі таныс, соған кейін студент кезде көрдім ба, қайдан көрдім десем, Құданың памяті жақсы екен менен көрдім. Сол айтып, біз бірге істедік университетте деп. Содан екеуміз сол бірден көргеннен жақын болып кеттік, бір-бірін таныс коллега болып. Сөйтіп жаңағы университетте бірге жұмыс істеген екенбіз. Айнұр Құдағиевпен танысып, осы сізге көп рахмет. Осылай жанды баланы тәрбиелеп, үкілеп, осы біздің қолымызға беріп жатқандарыңызға. Біз енді әнелерім, бажаларым, келіндер, бәрі өнер, бірінен бірі өнерлі, әдейін құдалыққа келгенде солай ғой қашанда. Кім біреу ән айту керек, біреу жеу керек, біреу ішу керек, біреу күресу керек, біреу билеу керек деген сияқты. Сол бәрі осы тұқымдағы өзіміздің алыс жолды көтереді деген адамдарды ғана келіп, үлкен кісілерді бағана қинаған жоқпыз. Тағы айтып отырмыз ғой, бағана үлкен ағай, ол кісі 92-де ол кісі батасын беріп жатыр, телефонмен қайта кеше звондады, мен тағы звондап жатыр, не болып жатыр, не істеп жатсыңдар деп. Сондықтан ол кенже қара. Бұл кісі кеше ана құдашалармен билейін деп бүгін кішкене батарейкасы болып тұр, жүресі зарядкасы дұрыс болмаған ғой. Сол міне осындай жағдай, қалған жағы келдірімізді таныстыра берді. Енді осы бүгін осы бәрі тілектің бәрін жаңа айтып отырмыз ғой, Сәуле апам айтты, фотоға түсіп бәрі фото отчет береміз, видео отчет деп. Сол видео отчетті мен кеше өз құда таныстырды ғой, Қостанай деген құда. Мен блогермен, мен бүгін Инстаграм бәрі бар деп. Сонда да құда сізге тапсырам, Инстаграм бүгін отырыстың бәрін жақсылап салып жеңіш. Мен қазірге өзімнің WhatsApp нөмірімді беріп, соған жібере салыңыз. Балалар бақытты болсын. Құрметті құдағилар, сіздерге көптен көп рахмет. Кеше табанымыз жерге тиіп келгеннен бастап күтіп жатсыздар. Қошеметтеріңізге рахмет. Бүгін міне нағашы апасы айтып жатсыздар, Зейнеп апа. Рахмет көп-көп. Өйткені біздің балаларда нағашы апасын керемет жақсы көреді. Айтып ғой, жолдасым, нағашылардың жағы. Өйткені Шерханның өзінің апасы көріп отырсыздар ғой. И менің шешем кішкене бойшаң болғанда, соны бала ғой кішкентай кезде. Сонда айтып, апа дейді, одан кейін жаңағы нағашы апа деп айтты сен. Жоқ, дәу апа дейді ғой, дәу көрінген ғой деймін, күлдім сосын. Сөйтіп дәу апа деп кеткен. Ол кісі де марқұм болған. Одан кейінгі міне үлкен болып өмір бойы жол көрсетіп келе жатқан сестрам, анамыздың орнында келе жатқан бізге өнеге болып жол көрсетіп әрқашанда кеше салтанат, құрметтеп, қошеметтеп құттықтап жатсыздар. Рахмет сіздерге көптен көп. Тамырлары тереңнен жайылып, осы
үбірлі шүбірлі болып, тек қана қыз қуаныштарына бәріміздің басымыз қосыла берсін. Жаңа айтып жатсыздар, алыс жолдан келген құдалар, жоқ қандай жолдарыңыз болсын, тек қана осылай тойға шығыңыздар. Қазағымыздың тойы бітпесін дейді, осылай тойымыз тойға жалғасып, әрі қарай шілдехана тойы дейді, тұсаукесер тойы, сол тойымыз тойға жалғаса берсін. Сол енді барлықтарыңызға міне туған туысқандардың бәрін алып келіп жатырмыз мына жерде. Рахмет, осылай қолдау көрсетіп, кешеден бері шаршамай, шалдықпай жүріп жатқандарыңызға. Құдағилар, сіздерге де рахмет. Сол енді құдалығымыз мыңжылдық болсын. Қауымға той боп жатыр ауылда, құтты болсын айтайын ағайын туыс бауырға. Тойға ұласын, салған әнін құрарсын, сәлім берсін сәкеннің, әлім берсін күләштің туысқандар ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршамызға бақытты, баршамызға шаттықты тілегімен ай. Сіз амандар құтты болсын, соның ішінен біреуін таңдап ала беріңіз. Қалжа, бәрін алыңыз, құдағиға қосыңыз. Енді былай істейік, аға, құдалар келе қойыңыз, жақынырақ тұрайық. Маймылдық бар дедіңіздер ғой жаңа, аға түсіріп алыңыз, естелік фото түсірейік. Бесінші тапсырма. Орнымызда жүгіреміз. Орнымыздан тұрайық, Алтыншы тапсырма. Орнымыздан тұрып, қолымызға сүлгілерімізді, салфеткаларымызды алып, мына музыкаға креативті, көңілді билейміз. Құрметті құдалар, бұл кешеден бері құда болып дастархан көрсеткен қазақтың салтымен бір үйден кетпесін деген дәстүр ғой енді. Қай уақытта да сол міне дастархан жайып сіздерді қошеметтеп кешеден бері шаршамасыздар, шаршаған жиып қоясыздар. Енді мынау сыйлығының сый құрметі, осы анау жездемізде бір ана түсіп жатқан шығар. Осы Данияр, айналайын, өркең өсе берсін, жұмысың жемісті болсын, айналайын бір жастықта қартайыңдар, осындай құдаларды күтіп қошеметтеп жатқандарға көп те көп рахмет. Құдалар риза шығар. Ризамыз деп жаңада айтып жатыр. Зайын мынау балғарған қызын көріп жүре бер. Бүгін мені екінші күн күтіп алсыздар, біз асығымыз келсін. Оларыңызға көп рахмет, өте ризамыз. Енді бұл Алланың қалауымен екі жастың жүрегі қосылып, солардың сол себепкер екі жас. Енді екі жасқа тілейтініміз бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, үлкен бір орталы шаңырақ болсын. Құрметті тойшылар, құрметті құдалар, біз енді Астанадан, Қарағандыдан арнайы келіп отырмыз. Кешеден бері керемет күтіп жатсыздар. 30 жыл бұрын мен 15 жаста едім. Қарқаралы деген жер бар, Қарағанды облысы, көкшетау сияқты табиғат әдемі әсем жер. Қазақтың игі жақсылары, алашордалықтар шыққан. Сол жерден сол кезде жеңгемізді алуға, сол жерден бір үлкен автобуспен біраз делегация аттанған болатын сонда. 30 жыл бұрын тура. Сол кезде келіп келген, сонда айтқан 12-де қонақта болдық деп. Енді 12-сі көп шығар, енді 6 шығар енді. Ол тәрбиелеп отыр, Мұшақтың құда болайын. Құрметті құда құдағи, Айреке, Айнұр құдағи,
мына жерде үлкен құдалар отыр, алыстан келген жақын туған туысқандар отыр. Тойларыңыз құтты болсын. Кеше Көкшетау жеріне келгенде аяғымызды жерге тигізбей, ілтипаттарыңызды білдіріп, ыстық көңілдеріңізбен қарсы алып жатсыздар. Барлықтарыңызға мыңдап рахмет. Мінекей той болып жатыр осы Көкшетау өңірінде. Өте ұнап жатыр бізге, біз өзіміз риза болып жатырмыз. Сіздердің сондай үлкен қонақжайлықтарыңыз, керемет ұйымбіршіліктеріңіз бәрі көрініп жатыр. Сол қазақта айтады ғой, бірлік бар жерде тірлік бар дегендей, сіздер сондай өздеріңіз керемет ұйымшыл, осылай ұзағынан сүйіндірсін, сіздерге үйіп берсін Аллах тағала. Барлық жақсылықты, барлық қуаныш, той болсын әулеттеріңізге, тек қана той болсын әрқашан. Енді бәрі керемет, ет деген енді вообще өте бәріне ризамыз, керемет. Аяғымызды жерге тигізбей дегенде сол керемет күтіп жатырсыздар кешеден бері. Енді тілек олар ең бастысы бақытты болсын, осының бәріне сай болсын, сол бізді екі жақты қуанта берсін, үбірлі шүбірлі болсын, үлкен ғұмырлы сондай бай-қуатты отбасы болуға жазсын. Біздің әулетімізге құтты келін болып, осылай құтты қондырайық деп отырмыз ғой, сол құтты келін болсын бізге. Бізге мінекей абысын болады, кішкентай абысын. Сол бізде қуанып жатырмыз, папа неге бізде бір наши ряды. Сол енді бізден бір кішкентай музыкалық сәлем болсын, мінекей біздің менің абысыным Ләйла тоже кішкене сөзін. Құрметті құда-құдағайлар, сіздерге келіп қарсы алатындарға үлкен рахмет айтқым келеді. Қуанышымда шек жоқ, ең басы екі жас бақытты болсын, ғұмырлы болсын, Алланың нұры жаусын екеуіне, екеуімен түсініп бір-бірін шаңырақтарға шайқалмай үлкен отбасыға айналсын. Мен шын жүректен соны тілеймін. Сосын айта кететін, Шерхан менің қайным ғой, өте тәрбиелі, байсалды, сабырлы жігіт, ер азаматқа тән қасиеті бар сондай. Мына қайнағамен абысының, үлкен абысының мені жаңағы балаларын өте тәрбиелеген, әрқашан біздің жақта жеңгені көке деп айтады. Көке деп алдымнан амандасып, жүгіріп шығады, бетіне сүйіп қол алысып, өте сондай балалар өте тәрбиелеген. Сосын мен осы шаңыраққа енді немере абысындар ішінен соңғы абысым болып енді келін болып түстім. Сонда жаңағы мен наставниктарым, Нұрбеке тәте, сіздердің құдағиларыңыз, енелерім де бар, міне әрқашан қолдап, ақындар айтып отыратын, соның ішінде міне абысым әрқашан қолдап отырады. Сосын енді сіздердің қыздар жаман жерге барған жоқ. Мен де солай болып келін болып түскен, осы шаңыраққа, осы атамның әулетіне. Қайнағаларым да, үлкен қайнатам бар, үлкен қайненем бар, жаңағы 90-нан асқан, 80-нен асқан. Ешқашан да бетімді қақпаған, ешқашан әй деп сөйлеп көрмеген, әрқашан өздері алдынан, қайнағаларым өздері алдынан жүріп шығады ғой, амандаса ой Ләйлау қалың қалай деп, сол әке шешем қалай деп сұрап жатады. Өте бақытты, өте жақсы, үлгілі, өнегелі әулетке келін болып түсті қыздарыңыз. Арқа белім, аяулы құтты қоныс дархан елім, ән күймен маңайына маржан шашқан, арқаның мойнындағы арқам едің. Бұлбұлдай сайрай бер ақтоғайым, гүл-гүлдей жайнай бер ақтоғайым, тілегім боп қуанып мен, жүрегім боп шаттанайын. Қайдасырғанның шапалағына сізге. Сізден шайға тәтем. Екі рет, как сіздер ғой? Бір ма? Қолдасырғанда ең керемет айғайлап шулап отқа тәтем ұнап сізге. Күшті шапалар ғой. Рахмет, қошемет соға. Молодцы. Дәл осылай, өте оң-оңай, күшті сыйлықтарды алып қойып келесі керемет тапсырма тағы да сіздер үшін. Мобилок дайсыз ғой ана? Екінші тапсырма. Оң жақ қанаттағы көршінің иықтарын уқалаймыз. Массаж ең әдемі массаж рахмет. Молодцы, қаттырақ.
әртүрлі балалар болады ғой, бірақ сол өлеңдердің ішінде ең жақыны осы Зайнаппенен Қожыштай болды. Кейін ар шаңырақта той болсын, мен енді мінекей немерелерімді үйлендіріп, осы биыл жазғы күні 3 немеремді үйлендірдім. Сондай сіздерге сондай болсын, береке болсын, Алла Тағала. Жақсылық болсын дастархандарыңды, жол амандығын берсін, тек қана жақсылықпен табыстырсын бізді. Сіз бізді бір-бірімізді қалай сыпайы сөйлестік, біз қарасақ, уже біз сынайтын құдалар емес, бір-бірімізбен туыс болып кеттік. Бүгін қарасақ, ақ жарқын, ақ ниетпен еркін сөйлеп отырмыз. Алла Тағала ылғи да біздің осындай құдаларымызбен еркіндікте болайық, балаларымыз бақытты болсын. Айтып кетті ғой, немерелерге керекпіз деп. Құдашан, мен де сіздің коллегамыз, мен де КНБ-ның қызметкері, КНБ-ның бастығы едім. Ал енді жаңа сіз елдеріңіз айтып жатырсыз, мынау кешегі Жаннаның шыққан елін, әке шешесін, атасын, туған туысқандарын көрдіңіздер, сыйластыңыздар, таныстыңыздар. Енді мен айтайын дегенім, нағашы жұрты туралы сіздерге кішкене информация беріп кетейін. Жаннаның нағашы жұрты Қостанайдың Ақсуат деген киелі жеріне шыққан. Ақсуаттан бірінші романтик Свадияр көбейіп шыққан біздің аталарымыз, солардың ұрпағымыз. Ақын жазушы Мағжан Жұмабаев шыққан, халық ақыны Меңдібек Жүргенбеков шыққан. Кеше айтып кеттім, жекеміз Кәмшат Дөненбаева соғыстыруда, Құндызай Ибраева соғыстыруда, тағы сондай беделді адамдар шыққан. Мінекей біздер сондай жерден шыққанбыз. Ал енді өзіміздің сол Қожагелдінің әкесін айтатын болсақ, атамыз Шаяхмет дегенімізде Құдай енді кешірер, атамыздың атын атап атқанға. Елге, елелді, халқына беделді, бүкіл Қостанай облысына беделді ақсақал болған. Атамыз бен енемізге ауылда бір келіспеушілік болса, дау-жанжал болса, келіп сол жерден ақыл кеңесін алып, солардың кеңесімен жүрген кісілері. Мінекей сондай жерден нағашы жұрты шыққан. Ал енді өзіме келетін болсам, өзім де сол ауылдың қызымын, басқа жақтан күйеуді алмай сол ауылда қалып қойған. Менің де төркінжіктің Құдайға шүкір, жаңа журналист, 10 кітаптың авторы болған, құрметті Қостанайдың азаматы деген сияқты. Міне осындай жерден шыққан сіздердің біздің жиеніміз. Ал енді барған жерде баянды болсын, қызымыз бақытты болсын. Баланың үйінде қанша жерде бақытты болса да, бүкіл өмірі сіздерде келді, сіздерде бақытты болсын қызымыз. Ал енді осы асы беріп атқан, қонағасы беріп атқан, айналайын, рахмет, Қайрат, Айнұр. Себебі мен осы тойға келгелі көп сөйлеген жоқпын. Көп сөйлейтін адамның біреуі мен едім. Сізге болады. Менің атым Ермек. Мен Ақтөбеден келдім. Мен ешкімді жерімді мақтамаймын. Елімді мақтамаймын. Бәрі көздеріңіз осы елдің адамымыз. Көріп отырсыңыздар. Мен өзімнің досымды мақтаймын. Ақтауда бір менің досым бар деген биде бәріңіз ұшып тұрып келіп осы елпініп, желпініп билейсіңдер. Біреулері сенеп дейді. Мен оны сенеп демейміз, мына келген жерде мына Апатайда Зайнап деп айтып жүр, Зайнап деген. Екеуміз 1958 жылы мектепте барып, 68 жылы бітіріп, сол жылы Зайнап Жымбидің физматына түсті, мен түсе алмай қалдым. Келесі жылы барып, баста Каспийге барып едім. Институттың көкесі. Ең қымбаттысы, екі әулет танысып, қалқыға қана келдімізді Шерханды нақтыда демекен, жақсы оқыған Шерханды бір бөлінген жанымыз ғой біздің. Әжекеге айтқан екен, бақ дегенің құс ұшады кетеді, тақ дегенің түз кірезе кетеді, байлық дегенің мұз ерезе кетеді, ал нағыз қалатын жасалған адал істейді екен. Мұны бүгінгі құдалыққа қарап мен қуанып отырғаным, менің қожа шағаның артында қалған ізі, ісі, даниямен айнадан көріп отырмын. Айналаңдар, бақытты болыңдар, жас болсаңдар да құдаларды қарсы алып, жаңалықтарыңды көрсетіп, ақ дастархандарыңды жайып,
үлкендердің батасынан басында өздеріңде де той болсын, кішкентайлардың көбейіп үйлерінде күлкі, балалардың күлкісі кетпесін деймін. Құрметті жағдайлар, сапарларыңыз оң болсын, екі жас бақытты болсын, осылай әрдайым екі қарасы тек қана жалшықна соқпен сөйлейік. Құдағи өте ризамыз, қуаныштымыз, қызымыз сенімдіміз. Ана елге барып елді бәрі қылатын. Құдағи, құдағи, балам айтатын Данияр Айнұр, міне жезеңмен апалар шашқалы көтеріп, бүгін осындай қазақтың салт дәстүрі шаңырақтарды көтеріп, бәріміздің бастарымызды қосып отырсыздар. Осылай құдағи, Қареке Айнұр, сіздер әрдайым осылай жарқырап жүре беріңіздер, немере көбейіп, шөбере көріңіздер. Осылай туған туысқандар, үлкендер аман есен болсын. Әрдайым осындай қызық қуаныш тойлығын балаларыңыз, ағайын туысқандарыңыз шаңырақтарды көбейсін. Ал Зайнап апа, апа жездеміздің шаңырағын түлетіп, көркемдетіп, керемет қылып ұстап отырған Данияр Айнұр, бүгін құдалықтарыңызды шақырып, құдаларыңызды шақырып, өздеріңіздің астарыңызды беріп, қошемет көрсетіп жатырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Алла сіздерді осындай қошеметтеріңізді алдарыңыздан нәсіп етсін. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бұл сіздердің біліктіліктеріңіз, бұл сіздердің көрегендіктеріңіз, сіздердің алдарыңыздағы атақ жолын дәріптегендеріңіз. Көп рахмет, бақытты болыңыздар. Ал Зайнап апа, мына немере дейді, өзіңнен алыстап бара жатқан балаңа деген махаббатың дейді, сол махаббатыңызды кеше ұзаттыңыздар. Немере дейді, жүректің сыры дейді, соған айтатын сырыңыз бітпесін. Немере дейді, жүректің жылу дейді, соған беретін жылуыңыз таусылмасын әлі де. Мен сізге ұзақ өмір тілеймін. Алдымда көш бастап жүрген апамсыз, сізге қарап түзелдім, сізге қарап өстім, өркендедім. Сол енді аман бол, мына балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Айналайын Қайрат, Айнұржан, көкелерім, кеше керемет қылып, үкілеп қыздарыңызды ұзаттыңыздар. Бақыты ашылсын, бақытты болсын. Келін деген 5 әріптен тұратын сөз екен. Кішкентай ғана сөз болғанмен киелі ұғым екен. Ол келді деген сөз, яғни ол өзінің еліне барады. Барды, келді, содан шыққан сөз екен. Ол сол жақтың дәріпін дәріптейді. Сол жақтың үлгісін, құрметін біледі. Сол жақтың ұрпағын өмірге әкеледі. Сол жақты көбейтуші, сол жақтың ұрпағын жетелеуші. Бәріміз де келін болдық, сол келген жеріміздің ұрпағын жетеледік. Міне, ұрпақ әкелсін өмірге, жетелесін, құрмет көрсетсін сіздердің елге. Келін деген сөздің атына лайықты болсын. Мен соған тілектеспін. Енді сәл бір минут айтып берейін. Өзіміз жаңа Ақтөбеден келіп тұрмыз. Арайлы, мұнайлы өлкенің сәлемін алай кеттік. Ол жерден де керемет жаңа ағайынды жұбановтар шыққан әуле. Ол жер керемет жаңағы Бәкір Тәжібаевтың жырлаған жырынан туындаған шәкірттер, ұрпақ бар. Ол жерде Әлия Молдағұловадай батыр қызды шығарады. Әлемге танымал әнші Димаштың елінен келіп отырмыз. Жаңағы керемет атақты жылқысы бар Мұғалжар тауынан сәлем алып келдім. Бақытты болыңыздар, той қаласын. Енді сол ұшылдың тойына келейік. Әмин рахмет. Құрмет соған көп рахмет. Құрметті құдалар, тұмаларым, құдалық мың жылдық болсын, жастар бақытты болсын, бәріңе тілектер денсаулық, үйлеріңізде тек қуаныш болсын, той болсын, алып бұйырса кеңеске шетхана той істейді. Апа, құтты болсын. Армандарыңызға жетіңіз. Енді өмір сүруге, немере шөбере сүруге Алла тағала нәсіп етсін. Тако, Айнұр, рахмет за гостеприимство. Бәріңізге қонақтарға тілейтін денсаулық, зор денсаулық, мол бақыт, үйлеріңізде тек той болсын, қуаныштар көп болсын, дастарханымыз мол болсын. Нұржан апамыз, Данияр, Тако, Айнұр, келін апамыз
тойларыңыз құтты болсын, жаның бағына ашылсын, бақытты болсын 2 жас. Біздер Ақтөбеден келіп отырмыз. Мамам отар, енем деп айта алмаймын. 19 жыл болды, келіп болып түскеніне мамама рахмет. Құдай сізге айтам, келгенде мен дым істей алмадым вообще. Ерке қыз болдым, сондай маманың ақылдығымен жаңа ешқашан да маған сөз айтпай, просто өзін жаңа своим ісімен маған сондай көрсетті. Қазір 19 жыл болды. Енді Ақтөбеден шамалы кішкентай бізде тәтті шай дейді, сол шайымыз тәтті болсын, аралас шай, жаңа бізде аралас шай, тәтті шай дейді, сол араласайық, Ақтөбеге келіңіз, есігіңіз ашық, Қандыағаш, Ақтөбе, біз Қандыағаштікіміз, бірақ Ақтөбеде де бар, Қандыағашта да бар, сол есігіңіз ашық, кішкентай бар, сыйлықтарымыз. Ал қошемет заводы Ақтөбеден Ал қошемет соға жаңа қалаларымыздың құрметіне Ақтөбеден сый-сияпаттар. соны жол бередім ол ата ойлайсың үлкен кісілер ол кімлар главный құдағай өте спокойный адамдар енді молодцы осылай екі жас қосып жатсыз Айнұр 1000 жыл болсын аман болыңдар күндер жүріп өссін осылай Батаева Қостанайдан келген қайнапам бар, папа, солай істеп, Дайна папа, Шли апа, жүзге жетіңіз, жүзіне асып кеттіңіз, такой балыз, Айнұр, рахмет, такое мероприятие, тек дастархан тек жақсылыққа жайлы берсін, 2 жас аман болсын, бақытты болсын, жас келін болсын сізге. Енді Құдағай үйрететін шығар, по своему стилю, по свою гребенку загребет, нормально будет. Үйретеді ғой, здоровение ғой. Сол, рахмет. Келемін сенде алыстан аңсап, тұршы өлімде жолына қарап, жолдың азабы тарттың мен талай, сүйген жарыма жетемін қалай. Бір дәуірмен аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Жақсылық болсын, 2 жас бақыты болсын. Очень приятно, что как собрались, душевно посидели. Айнұр, бізде сіздерді құттықтаймын. Передаю эстафету дальше, целостности и сохранности долларда. Дальше отдыхай. Үлкен рахмет музыканту, и этому заведению. Всем большой рахмет. Айнұр ханымды қошемет соға көп рахмет сізге. Ал келе берсін, Құдай қаласа Шерханның ұрпағын
көтеремін деп, көбейтемін деп, жанына қыздарыңыз әр жыл сайын дүниеге сәбилерді туа берсін. Немеренің қызығына кіріп кеткен құдағиымыз және де біздің Айнұр анамыз сол немеренің жаялығын жуа берсін, осы тілек қабыл болсын деген жандар аямай шапалағын ұра берсін ағайын. Той Стоп, аға түсіріп ал. Не құдашағыз? Қарас. Нені түсіріп жатыр? Иә, сол дұрыс содан айтып болмайды одан кейін. Мамин. Рахмет. Көріскенше. Сау болыңыз. Қош сау бол, көргенше. Қалай қалай? Ой, Қаланың қазағы деген ютубты қараңыздар үйге барғаннан кейін. Да. Жақсы амандықпен келесек. Да. Самый главный куда? Рахмет сіздерге көп. Тойда кездесеміз. Тойда кездессек, жақсы күндерде жақсылықта кездесейік. Тойда кездесек. Жақсы, көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Ниеттеріңе, ниеттеріңе. Сізге көп рахмет. Енді шама келгенше айту. Қабыл алдыңыздар бізге. Жаспен жас болып кетесің. Мен солай. Заман солай. Заман солай да. Давай. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Ренж жоқ қой. Құда. Давайте.